Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шағын ғана шамамен 1,5 килограммдай шығатын вупи пай тортын дайындайтын боламыз. Бұл вупи пай тортының нағыз оригинал рецебі. Дәл осы рецепт бойынша дайындап көрсеңіз, тортыңыз өте дәмді болып шығады. Ендеше жасап бастайық. Ең әуелі Қазақстан шоколады мен қара 100 грамм шоколад пен сары майды водяной баняда ерітіп аламыз. Дәл осылай ыстық суда міндетті түрде араластыра отырып балқытып ерітіп алатын боламыз. Екеуін бірге енді жұмыртқа мен қантты бірге араластырып жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз толықтай дәл осылай көпіріп ағара түсуі керек. Енді осы сәт аралығында біздің шоколадымызда толықтай еріпті, сәл 1 минуттай суытып алдым. Енді миксерлей отырып, осы шоколадты жаңағы жұмыртқалы массамызға құятын боламыз. Міндетті түрде араластыра отырып құю керек, себебі біздің жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Енді құрғақ заттарды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізе отырып, ұн, какао және қопсытқыш. Осыларды електен өткізе отырып, миксерлеп араластыратын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай соңғы құрғақ заттарды қостым. Енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай қою масса шығады. Енді біз торттарымыздың пішінін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге пергамент қағазы және де осындай форма қажет. Егер сізде бұндай форма болмаса, карандашпен да сызып жасасаңыз болады. Мендегі 22 диаметрлік форма. Міне дәл осылай пішін жасап алдық. Осының ішіне қазір тортымыздың қождарын құятын боламыз. Егер сіз бұлай жасамасаңыз, карандашпен да сызып дөңгелетіп жасасаңыз болады. Біздің вупи пайдың қождары қою болғандықтан олар жан-жағына ағып кетпейді. Мінекей әрқайсысына теңдей етіп қойып шықтым. Бізде 3 корж шығады. Енді соларды жан-жағына дейін тегістеп әдемілеп дөңгелетіп шығатын боламын. Осы сәтте алдын ала пешті қыздырамын да, және қызып тұрған пеште шамамен қызарғанша 2-3 немесе 4 минуттай өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай сәл үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен корждарымыздың жан-жағындағы артық жерлерін осындай кольцомен алып тастаймыз. Әрі қарай корждарды толықтай суытуға жібереміз. Енді біз кремін дайындаймыз. Ол үшін сливкиді миксердің ең қатты жылдамдығымен араластыра отырып миксерлейтін боламыз. Мінекей миксерді осылай тік ұстауыңыз қажет, және оңға, солға кезекпен осылай араластырасыз. Шамамен сливкеміз қоюланғанша 5-6 минуттай миксерлейміз. Сливке қоюлана бастаған кезде міндетті түрде електен өткізе отырып қант ұнтағын себетін боламыз. Және қант ұнтағын себе отырып араластыратын боламыз миксермен. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан үлкенірек ыдысқа ауыстырып алдым. Енді біз творожный сырды қосамыз. Творожный сырды 2-ге бөліп қосып алдым. Дәл осы кремді мен вупи пайға және капкейктерға арнап жасап жатқандықтан менің кремім көбірек, сіздердікі бұдан аздау шығады. Енді творожный сырды араластырып болған соң маскарпонені қосамын, маскарпоне ірімшігін. Енді тағы да жақсылап барлығын біркелкі қылып араластырамын. Біздің креміміз осылай қою болуы керек. Осылай лопаткамен көтерген кезде ағып кетпейтіндей қою крем болып шығуы керек. Енді бізге осындай кондитерлік қапшық және вупи пайға арналған насадка қажет болады. Насадкамның размері 807. Енді осы кондитерлік қапшықтың ішіне жаңағы кремдерімізді саламыз. Торттың алғашқы коржын қойып, жаңағы кондитерлік қапшықтың басын қайшымен осылай қиып жіберіп, біздің тортымызды жинайтын боламыз. Біздің корждарымыз міндетті түрде толықтай суыған болуы керек. Енді дәл видеодағыдай біздің кремді шариктерімізді торттың жан-жағынан осылай шығарып, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай мұқият жақсылап қарап алыңыз. Біздің шариктеріміз неғұрлым биігірек болып шықса, соғұрлым тортымызда биік болып шығады. Міне ортасына да крем жағып, келесі екінші коржды да дәл осылай қойып, үстінен тағы да осылай кремді шариктерімізді жағып шығатын боламыз.
Шағын ғана торт болғандықтан біздің тортымыз 3 кордан тұрады. Енді үстіңгі 3-ші корды саламыз. 3-ші кордың үстінен біз шоколадты ганашты құямыз. Ол үшін сары май мен шоколадты тура жаңағы бастапқыдай водяной баняда ертіп аламыз. Аздап 1 минуттай суытып алғаныңыз дұрыс болады. Себебі ыстық күйінде шоколадымыз өте сұйық болып, тортымыздың жан-жағына өте қатты ағып кетуі мүмкін. Енді дәл видеодағыдай жан-жағына дейін осылай шоколадтарды жеткізіп шығамыз, үстерін тегістеп. Мінекей дәл осылай. Енді осы тортымыздың толықтай шоколады кепкенше тоңазытқышқа салып қоямыз. Міндетті түрде шоколады кепкен соң торттың бетін өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Осымен біздің шағын ғана вупи пай тортымыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл торт өте дәмді болып шығады. Және осы вупи пай тортының оригинал рецепттерінің бірі.